қыс қой, әлі қар тұр ғой, почти 31-інде. Үлкен жерде кетті, мұз деген қатып тұр неде, чаганда. Сонда су көтеріліп кетеді да, деген ощущение бар ғой. Білмеймін, сондай да, непередаваемый бар ғой. Сондай деген бір күш келатады ана сумен да. Алып күшті. Неизведанный да, ол деген білмейсің, ол неге жатқанда, қалай келатқанын білмейсің да, қайдан келатқанын білмейсің, толып жатқанын білмейсің да, Аллах тағаламен солай келатады да. И сосын ана тұман бар ғой, тек тұрады да кеш қарата сразу түседі ғой. Бір уже тек сағат 6-да ма 7-де сол кезде білмеймін, әйтеуір кеш түсіп кеткен. Бір сәтте түседі де, ана тұман деген солай бір қызық тұман ғой ана бекке. И ана не саттың ішінде жүргенде бар ғой да бір киноның ішінде жүрген сияқты соңғы. Ана қорқынышты кинолар болады ғой, кейде жасайды ғой бір. Тұман болып кетеді, түк көрінбейді бір уақытта. Ана свободно, без спецэффект жайық көтеріліп бастағанда, жайықтан үлкен су келді де, қазір деген осы мына 3 метрдің үстіне кетіп қалды кейбір жерлер. Ана жерде сіздердің жаңа біз қарадық, ана заборларыңыз судың астында қалып қойған ғой. Ол жерде 2,5 метр ол заборлар, ол судың астында. Білу керексің қалай неге келіп жатқанын да. Сонда енді мен айтамын, бұл деген ана немес қой. Банан емес, басқа бірдеңе емес, өзімізде шығатын зат неге екпеуге бізге? Неге бізде өсетін затты неге басқа жерден елден сатып аламыз? Басқа жерден өзімізде бұрында енді өсіп тұрған зат ол деген бар ғой. Алмамен, повидлмен, любой затпен қамтамасыз етіп. Соны неге бізге өзімізге шығармауға, өзіміздің халқымызды табиғи, натуральный өзіміздің жемісімізбен ол деген витамин да, ол деген денсаулыққа пайдалы. Ол сосын деген ол біріншіден, екіншіден жұмыспен қамту, ол деген жұмыспен қамтамыз. Импортозамещение біздер деген өзіміздің саженцларымыз. Оның несі көп, продовольственная безопасность дейміз ғой, продовольственная безопасность. Мемлекеттен мал шаруашылығы барына, жалпы мүліктері бар адамдарға барлығына мемлекет қолдау жасап, белгілі бір көмектер жасап жатыр, шығындарын өтеп беріп жатыр. Жалпы сіздің мына кәсібіңізді, бұл енді тек кәсіп емес, бұл енді үлкен ғылыми жұмыс қой. Осының барлығын мемлекеттің тарапынан сізге қандай қолдаулар қажет? 28 сәуір 2024 жыл біз мына Каримов Қайрат ағаның жағына барып көруге келіп тікелей бара алмаймыз. Бұрын ана жаяу жүргіншілер көпірі бар еді, ол жердің барлығы бұзылды, жоқ. Енді қазір мына Жамбыл деген ауыл Самарға шығатын трассамен айналып келіп, осы жақтан келіп кірейін деп тұрмыз. Құлаған 20 сантиметр түскені де төмен. Мынау мінекей Қайрат ағаның бағына қазір. Осылай келеміз. Тереңдік. Соққаны ғой, бұл жерден болған. Аха. Осылай келеміз сәтті. Мінекей. Мынау деген ең не? Қай жері осы? Басқа жерлер бұдан да терек. 3 метрге дейін барған жерде. Мынау мінекей ең тай жері дейді. Ең тай жері.
28 сәуір 2024 жыл біз қазір Кариев Қайрат ағаның бағындамыз. Биылғы жылы шаған көтеріліп, одан кейін жайық көтеріліп, қаланың айналасы суға кеткені белгілі ғой. Бүгінгі біздің мына видеоны жазуымыз қайықтың үстінде жүріп жатыр. Және осылай сұхбаттасатын адаммен қарама-қарсы емес. Осылай отырып сөйлесуге мәжбүрміз. Себебі мына жерде құрғаққа түсіп жазатын мүмкіншілік жоқ. Мына шағанның айналасы түгелдей қазір суда тұр. Мына бақтың іші де суда тұр. Біз осы жерге келгенше жаңа қайықпен келіп, осы қақпадан кіріп, қазір ішін аралап қарап жүрміз. Қайрат аға, мына су қай күні бастап келді? Су деген 31 марттан 1 апрельге қараған түнде келді. Су деген өте жылдан келді. Өте байқамай қалдық қалай келген бар. Түнде келді ме, күндіз келді ме, бұлтты болды ма, тұманды болды ма? 31 күні мен енді сатты обрез жасап жүрмін. Уже марттың басынан бастап кетті обрез. Сосын деген не? Қыс қой әлі, қар тұр ғой енді почти 31-де. Үлкен жерден кетті, мұз деген қатып тұр неде чаганда. Не? Бір уақытта деген не? Қараймын, ана лощинамен су келіп бастады. Сосын иттерді алдында бір жоғарғы точка бар еді. Түнде сағат неште 12-дерде ме, 12-дерде ме екен, иттерді шығардым ана жоғарыға. Енді сосын таңертең мен енді көп ұйықтамаймын ғой, таңертең ерте тұрдым. Сағат 6-лардан екен. Қарасам туман, ана иттер что-то үріп жатыр қарасам. Сосын деген ана осы етті тиіп алып бардым, мына етікпен батып кеттім. Уже қарашы қанша кетті да суда. Потом отпен бардым. Отпен бардым да иттерге өттім. Иттерге деген уже су мынандай аздап берген екен, 10 сантиметрдей. Уже тұр. Иттер суда тұр да? Иә, уже ана су келмейтін жер деген жерде жоғарыда. Оларды жібердім. Сосын неттім. Содан басталды. Сосын Розыны қалаға отырып жүрдім. Айтам, сен бар қалаға мынау деген шықты. Мына су келіп жатқан кезеңде бірсе тұман түседі, сол жаққа қалай болды? Тұман деген вообще анау деген, ана тұман деген бар ғой, бұл деген айтып жете алмайсың. Ана тұманды мен Дальний Востокта болдым, ол жақта постоянно тұман болып тұрады да. Қанша тұман көріп, андай тұманмен өмір көрген жоқ. Ана бар ғой да, адамда андай. Сонда су көтеріліп кетеді да, ол деген ощущение бар ғой. Білмеймін, сондай да, непередаваемый бар ғой. Сондай деген бір күш келіп ана сумен да. Алып күшті. Неизведанный да, ол деген білмейсің, ол неге жатқанда, қалай келіп жатқанын білмейсің да, қайдан келіп жатқанын білмейсің, толып жатқанын білмейсің да, Аллах тағаламен солай келіп жатады да. И сосын ана тұман бар ғой, тек тұрады да кеш қарата тек сразу түседі ғой. Бір уже тек сағат 6-да ма, 7-де сол кезде білмеймін, кеш түсіп қалған. Бір сәтте түседі де, ана тұман деген солай бір қызық тұман ғой ана беккен. И ана не саттың ішінде жүргенде бар ғой да бір киноның ішінде жүрген сияқты соңғы. Ана қорқынышты кинолар болады ғой, кейде жасайды ғой. Тұман болып кетеді, түк көрінбейді бір уақытта. Ана свободно, без спецэффектов, анандай даже спецэффект көрген жоқпын мен. Анау деген вообще, ананы деген білмейді. Вообще сондай, өте сондай не. Қызық бар ғой да. Қызық емес енді ол жерде. Алапат күш болып тұр ғой, Алла тағаланың. Өте алапат күш деген, анау деген кісі деген ештеме істей алмайды. Тек қарайсың да тұрасың ғой, Аллахтан келіп жатқан неде. Қарайсың да тұрасың ғой. Ол бірінші келген кезінде қалай болды? Су түгел осылай басты ма? Деңгейі осылай басты, осыдан бірақта бір мына қазір деген кейбір жерлерде ана көпшілік 2,5 метр забор судың астында жатыр да. Манағы ең тай жерлер уже метрдің үстінде да. Бірінші келген кезде мынадан сәл төмен болды. Одан кейін бұл деген аздап түсті. Бір 70-80 сантиметрға түсті, бірақ бақтан су кеткен жоқ. Мына үйдің ішінен аздап кетті де, бақтан кеткен жоқ. Потом ана жайық көтеріліп бастағанда, жайықтан үлкен су келді де, қазір деген осы мына 3 метрдің үстіне кетіп қалды кейбір жерлер. Ана жерде сіздердің жаңа біз қарадық, ана заборларыңыз судың астында қалып қойған ғой. Ол жерде 2,5 метр ол заборлар, ол судың астында. Мына иттің вольері мына 2 метрдің үстінде, судың астында жатыр, крыша көрінеді. Қайрат аға, мына сіздің бағыңыз өте құнды деп бұрыннан да айтып жүрміз. Соны жалпы тыңдармандарға, көрермендерге тағы бір айта өтсеңіз, жалпы осы сіздің жасақтаған бағыңыздың құндылығы неде? Енді ол деген енді текті қор дейді ғой, текті қор. Сондай деген енді мұнда біздің жақта өте маңызды текті қор жиналған ғой. Қазір енді бүтін ғалымдар, жаңағы біздің Қазақстанның емес, неден
бүтін деген ғандаватыр бар ғой постсоветский пространство. Россиядан өте үлкен ғалымдар, ғылыми институттар звондап жатыр да, селекционный станциялар қалай, не деп. Гүлдеп гүл атып жатыр, судың астында тұрып бар ғой. Енді деген тектік қоры сондай маңызды, өте редкий генофонд жиналған біздің бақта да. Кюр сорттар бар, олар деген мына осы бақта қазір жоқ болып кетсе, олар деген басқа ештерде жоқ. Тек осы бақта болады. Мұнда қандай жеміс жидектің қандай түрлері бар жаңа тектік қорда? Енді мұнда басынан тек бізде енді ғылыми жұмыс алмамен істеліп жатыр ғой. Алманың сұрыптарымен подвой дейді. Подвой деген ол деген ана жабайы түрі ғой алманың. Соның 80 формасы бар. Ол деген өте көп, ондай ешкімде жоқ. Ол не подвой деген оны түсіну керек. Ол деген не? Фундамент яғни алманың фундаменті. Ол деген осындай қазір бізде ғылыми бақ болғасын, бізде мынандай сорт пен подвой нелер көп. Мына негізі қанша енді конечно бұл деген өте өкінішті жағдай, өте қиын жағдай, но бірақ та ғылымға бұл деген өте маңызды. Бұндай деген ғылым жасағанда, енді өлшем жасағанда бірді кісі дискурс жасайды, егетті, но мынандайды бұл деген осындай ситуация болу керек еді. Осындай мынандай деген ол бұндай ғылыми зерттеу жасалмаған. Ол үшін деген осындай коллекция болу керек, сорт подвойный да, осындай суға бату керек, оны деген енді соны бүтін ғалым әлемі, ғылыми әлемі күтіп отыр. Қалай болады екен, қайсы шыдайды екен, қайсы төзімді, қай сорты подвойный комбинация төзімді екен, соны енді өте қызығушылықпен қарап отыр. Дей тұрғанмен енді өте өкінішті болады енді. Енді қазір енді бәрі нетіп отыр енді. Үміттеніп отыр, үміттенгенмен үміттенесің ғой енді адам болғасын. Бірақ та деген енді бұндай көп суға батқанға енді бір айдың үстінде кетеді. Мына су деген енді көп түсі ғой, мынау деген кәдімгі океан болып тұр да. Сонда бұл су шамамен жаңа 31-ші наурыз шамасында кеткеніңіз? 31-біріне қарағанда келді ғой. Қазір бір айдай болып қалды судың. Ол бір айдай болып қалды, кететін емес, көп түсті. Әзірге кетті. Енді бұл деген сосын деген не? Енді жаңа 80 тектік қор бар дедіңіз ғой, ағаштың, алма түрлерінің. Алманың 200-дің үстінде. 200-дің үстінде түрі бар да осы жерде. Ана өтіп жатқан ана өтіп кетіп, ол жерден жүзім. Жүзімнің 200-дің үстінде сорты бар. Бұл ғылым ғой енді. Былай қарасаңыз, осы күзде бір сізге келгенімізде, сіз мына ағаштарыңыздың барлығын, жемістерді ешқайсысын тимей, түбінде жатты, барлығын есептеп солай жасап жүрдіңіздер ғой. Иә. Бұл енді шығымдылығы бар, табиғатта жалпы төзімділігі бар, соның бәрін қарап зерттеп жүрдіңіздер ғой. Иә, мынау течение осылай деп шығады. Иә, оның бәрін зерттеп жатыр ғой. Әлі күнге дейін күнде келіп кетеміз. Қараймыз. Иә, мына қалай гүлденіп жатыр. Қайрат аға, бұл жерде жүзімнің 200-дей түрі бар дедіңіз. Алма ағаштарынан да солай. Тағы қандай жалпы ағаштардың түрлері бар бұнда? Манағы 80 форма алманың подвойы дедік да, енді көп қой декоративный, лекарственный ағаштар, қойнының өте көп түрлері бар. Енді косточковый дейді ғой, абрикос, алыча, слива, вишня, смородинаның өте көп түрлері бар. Солардың енді біршама енді декоративный алмалар, енді біршама көп зат бар ғой. Бұл тектік қорды жалпы осы алма бағын жасақтап шығуға сізге қанша уақыт кетті шамамен? Енді мына сәт тек қана осы бақта 10 жыл кетті ғой. Оның алдында біршама жыл кетті ғой. 15 жылдың үстінде. Мыналар қазір қандай нелер тұрған мына ағаштар? Бұл деген бана алманың подвой дедік қой. Бұл деген жабайы түрі, осыған деген культура. Осының бізге 80 формасы бар. Ондай деген ешкімде жоқ ондай 80 формасы. Бұл деген енді бана айттым ғой, алманың фундаменті деп, бұл сол. Ол үстінде сорт болады, астында осы өсіп тұр. Мына азық-түлік қауіпсіздігі дейді ғой. Біздің Батыс Қазақстан облысына шеттен, басқа өңірлерден, оңтүстіктен көп көшеттерді әкеліп отырғызады ғой. Көпшілік жағдайда жерсінбейді. Сіздің ағаштардың жерсінуі жоғары болар. Ол жерсіну жоғарыдан дегенде әңгіме бұл жерде басқаша қою керек. Ол жердің несі вегетационный период дейді. Ол деген жылы жақтардікі ол үлкен. Біздің жаққа ол деген сыймайды. Ол деген или жайлап өледі ол ағаш, или бір салқын қыс болса сразу өледі. Ол просто бейімделмеген біздің жаққа.
ол деген біреулер бүйтеді ғой біздер ана Өзбекстаннан неден алып келдік. Ол деген бір 2 жыл бізде өсті, бізге бейімделді дейді. Ол былай генін ол ауыстырмайды, ол бейімделмейді біздің жақта. Просто 1-2 жыл қыс жылы болады, или тағы солай. Олар деген Олар күннің көзі оларға ұзақтау керек қой. олар, например, күннің көзі ұзақтану керек. Например, алайық дейік та, марттан бастап да күннің көзі, ноябрьдің аяғына дейін күннің көзі болу керек. Олар деген жайлап жапырақ атады, жайлап гүлдейді, жайлап деген алмасын береді, жайлап қысқа әзірленеді. Мында бізде деген северный сорттар бар да, северный сорттар. Олар деген құттай жылы түстіме тек сразу тек жапырақ атып кетеді. Сразу гүл атады да, оларға потому что ол жақта деген енді жаз қысқа ғой. Сразу үлгеру керек те да, нетіп гүлдеп не беріп, жеміс беріп, сосын деген ол жемісі бергеннен кейін қысқа әзірленіп үлгеру керек. Соған оларға өте қысқа уақытта. Сондықтан бізде южный сортта олар мүлдем жарамайды. Или бірінші салқын қыста өледі олар. Или жайлап, или қыс салқын болмаса жайлап өледі. Уақыт өте келе бір ауа райының бір қолайсыз уақытында кетіп қалады. Қайрат аға, былай қарасаңыз сіздің бағыңыз біздің Батыс Қазақстан облысы емес, жалпы климаты біздің өңіріміздегі жер шарында қандай жер болса солардың барлығы үшін де жалпы аса маңызды бақ қой бұл жер. Негізі солай. Аса маңызды. Бұл тек қана бір Батыс Қазақстанның шеңберіменен айтуға болмайды, жалпы осы өңірдің барлығы үшін өте маңызды ғой. Енді мына өзіңіз айттыңыз, бір айдай суда тұрды. Бұлардың енді аман қалуы өте қиын деп тұрсыз. Мемлекеттен мал шаруашылығы барына, жалпы мүліктері бар адамдарға барлығына мемлекет қолдау жасап, белгілі бір көмектер жасап жатыр, шығындарын өтеп беріп жатыр. Жалпы сіздің мына кәсібіңізді, бұл енді тек кәсіп емес, бұл енді үлкен ғылыми жұмыс қой. Осының барлығын мемлекеттің тарапынан сізге қандай қолдаулар қажет? Бұл енді негізі бізге де комиссия келіп кетті, 2 комиссия келді негізі. Бәрін енді нетті, қарады, бәрін неттеді. Енді бұл деген комиссия болғанда да бұл деген негізі елге, үкіметке маңызды зат қой. Бұл деген именно біздің Қазақстанда жинап тұр да. Бұл деген сондықтан деген бұл бұрында ғалымдар айтатын еді, бұл деген стратегически важный для государства, этот генофонд, да. Енді ол именно осы жерде жинап тұр. Енді бізге қазір деген енді тағы бір не туып тұр. Мына арадан бұны сақтап қалу үшін оны баяғыдан ойлап жүр негізі. Мынау деген енді соны осы жағдай соныған деген бір нүкте қойып жатыр да. Бұл деген тектік қорды мына арада бізде бір не бар, жеріміз бар, сонда деген көшіру керек. Міндетті түрде оны сақтап қою үшін, оны сақтап қалып, оны көбейту үшін, оны ары қарата зерттеу жұмысын жүргізу үшін. Бұл деген как бизнес сияқты, маған деген осы бәленбай жылдар мен бизнесімді бүтін осында салдым, как бизнес сияқты. Бұл не проект емес, просто мен бұл немен өзіміздің мен де жолдасым да жақсы көреміз осы немен да, осы немен ауырамыз да бұл деген да. Мен айтамын ғой, это болезнь неизлечимая деп да. Енді деген соны аяққа сол текті қорды көшіріп, сонда деген нетіп, соны тағы да көбейтіп, зерттеп, солай деп мен сондай жұмыстарға негізі мемлекеттен қолдау қажет қой сізге. Соған енді мемлекет көмек көрсетсе жақсы ма деп ойлаймын. Мысалға мен өзім ойлаймын, енді адамның қолындағы мүлкін, малын есептеп белгілі бір компенсация берген кезеңде оның жаңа қарайды да, мінекей мынадай деп көрсетеді ғой. Мұнда саны барлығы көрініп тұр. Енді менің өзімнің жеке пікірім, бұндай ерекше бақ аса маңызды. Мемлекеттің тарапынан қолдау болып, адамның өзінің қызығушылығыменен, жанқұштарлығыменен жасап жатқан жұмысты әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік беру үшін мемлекеттің тарапынан қандай қолдаулар болады, заңның шеңберінде соның барлығы да жасалса, құба-құп болар еді. Қайрат аға, мына жерде сіз негізінде жоспарларыңыз үлкен болды ғой. Осы жерден келген адамдарға жаңағы музей сияқты алма бағының музейін жасақтап деген бір жасап жүрдіңіз. Енді ол жоспарларыңыз қалай болмақ бұл жақта? Ол жоспарларым Алла қаласа әлі бар. Ол болады. Ол деген енді көп айтады, Қайрат саған нетіп кетпесін, енді абайла жүрегің ұсап қалмасын, нетпесін деп. Енді бұл Аллахтан келіп жатқан сынақ, бұл енді көтереміз, ол Аллахтан көтермейтін сынақ бермейді дейді Аллах тағала да. Енді Аллахтан келіп жатқан сынақ болса көтереміз, түбінде бір қайыр жатыр ма деп ойлаймыз да. Енді деген қазір енді уже қазір білеміз қалай не істеу керек екенін. Енді мынандай жағдай, бұл болмаған жағдай. Бұл үлкен тәжірибе ғой бір жағынан. Бұл үлкен тәжірибе бір жағынан да. Ол любой заттан кісі деген сабақ алу керек. Одан біз сабақ алып жатыр да, үлкен сабақ алып жатыр. Ертең деген ол деген
үлкен сабақ болып жатыр да бұл жерде. Енді деген сол жағын қарағанда енді конечно бүтін өсімді генофонд бәрі жойылып кетсе болды деген солай деп ойлап тұрмын енді кетіп қалады деп, потому что әлі шыдап көрген жоқ, мынау су әлі көп қой су, бұл әлі 2-3 массыз кетпейді. Бұл енді ғалымдар бұндай тәжірибе жасап та көрген жоқ қой. Ол жасап та көрмеген, иә. Наурыздың аяғынан сәуір айы толықтай үлкен тектік қоры бар жеміс ағаштарын судың астына батырып қойып, мынау енді осыған дейін ғалымдар ол былай болуы мүмкін, мынадай күнге шыдайды, мынадай күнге шыдайды деп айтып жүр. Енді мынаны тағы да бір ғылыми жағынан бір қорытындылар жасауға осы жағдайдың өзі бір сеп болатын болар. Ол үлкен мынау деген не, ғылыми жағынан неге, ғылыми неге зерттеуге бұл үлкен не. Да? Енді деген қазір деген бәрі күтіп отыр, ана не, Россияның үлкен ученыйлар бір айтады, Краснодарский крайда бүтін сат 3 мада кетіп қалды. Онда бір пад, онда деген промышленный бизнес сат, ол бір сорт бір пад, ол деген как бы ғылымға оның көп несі жоқ. Бір түр ғана кетті. Бір түр ғана кетті, ол деген не емес та. Енді біздің мына научный руководитель ол 84-ке толып, ана Будаковскийдің несі бар дейді, зерттеуі да. Будаковский Мичуриннің қасында жүрген адам, енді тоже енді аңыз адам. Ол деген бір айға дейін тұрады деп айтты. Ешкім точно былай мынандай осындай зерттеу болды деп айта алмайды. Енді осы жерден сол енді бір енді положительный моменті сондай зерттеуден зерттеу жасаймыз деп ойлаймыз. Енді ол деген енді бірақ та деген енді ұмытады енді бірталай ғалымдар звондап жатыр, айттым ғой, ғылыми институттар бәрі хабарласып жатыр. Үлкен. Қазір қарап тұрсақ, мына гүлдеулері өте жақсы. Бүкіл қазір ағаштарды қарап тұр, барлығы да өте жақсы гүлдеп тұр. Негізінде су астында қалмаса биыл жалпы жемістің жалпы өнімділігі жоғары болайын деп өте урожайный жыл болып тұр. Өте урожайный жыл болып тұр. Суға қалмағанда өте урожайный жыл болып тұр. Бұл деген суға еткенде теректің үсті тұрда қазір ана тамыры кислородный голодание болады, тамыры шіріп кетеді. Бұл деген теректер биыл су кеткеннен кейін сразу өлмеуі мүмкін көбі. Бұл деген сразу өлмейді. Кейбіреулері қыстан шыға алмай қалады. Былай айтқанда ауру болды. Адамның өзі бір қатты салқын десе, жайлап түбі сол салқын бойын алады ғой. Бұлар да солай. Бұлар да солай. Енді ана хвойный породы, олар деген енді бәрі сразу кетіп қалуы мүмкін, кетіп қалады деп ойлап тұр. Енді мына алма мен груш бұлар аздап төзімді, бір айға дейін де. Айттым ғой, бана ғылыми зерттеу болған жоқ. Қазір нарықты точно ешкім айта алмай тұр. Бір ғалым айта алмай тұр. Сол бәрі көріп қарап тұр бізге қазір. Қандай не болады, қандай нәтиже болады. Енді сол жалпы қайыртаға мына судың келуі, мына сіздің орналасуыңыз Шағанға жақын, әрі Деркул өзенінде бұл жерден алыс емес. Нарда озері бар Садовский. Жалпы осы жақтағы үлкендер қалай айтады, судың деңгейі, көлемі осындай деңгейде болып, я болмаса осындай ұзақ тұрып көріп пе? Соны білетін адамдар бар? Жоқ, су келеді. Мен бана айтып кеттім ғой да, мына алма бақтары бұрыннан бері поймах рек дейді, располагались, да? Су құйылатын, бұл жерде өте құнарлы болады. Жер өте құнарлы болады, микроэлементтер көп болады. Су келгенде өте құнарлы болады. Енді деген не? Мынандай болмаған. Су келеді де кетеді. 11-ші жыл су бұдан да көп болды. Онда келді 10 күнде максимум 2-3 маның ішінде су кетіп қалды. Ол деген совсем зиян келтірмейді. Бір терекке де зиян келтірмейді. 3 маға дейін ол любой терек көтереді. Мынау деген сондай жағдай болып қалып тұр. Чаган мен жайық бірге кетіп қалды. Чаган кетіп үлгермей, жайық көтеріп тұр. Осындай. Мен деген бұл аяғдан тұратын кісілермен сөйлессем, мұны деген біздер деген вообще есімізде жоқ дейді. Бұндай болмады. Осы жерде біздің сат өсіп жатқан жерде 1800 жылы саттар болып, 9-шы өмір бойы бұл жерде сатты өсті. Саттан басқа бұл жерде дым болған жоқ. Өмір бойы неше ғасыр бойында бұл жерде саттар өсіп тұр. Бұл жерде өмір бойы су келіп тұр. Қазір ғой су жоқ, біздер қазір көріп тұрдық. Бұрында мен деген бір үлкен кісіні тауып алдым, бабушка, қазір қайтыс болып кетті. Оны тауып алдым, ол мына арада бала кезінен тұрған екен. Ол айтады, біздер көктемнен қорықтық, біздер крышада отыратын едік дейді. Осы жерде тұрған. Осы жерде папасы тұрған, атасы осы жерде тұрған. Сол айтады, біздер көктемнен, мен жаман көктемнен десек әлі қорқам дейді. Біздер көктем соған қарағанда бұл жерде өте қатты басқан. Қатты басқанда, бірақ та деген ағатта, Чаған ағатта, өзен ағатта, ол ойнап кеткеннен кейін келеді кетеді, ол 2-3 мадан көп ойнамайды ол.
Екі үш адам арада просто деген жаған көтеріп тұр, одан жайық кіріп тұр, ол нетіп қалып тұр ғой. Өзендер қатар көтеріп және ұзақ су ағып жатыр, соның кесірі болып тұр ғой. Енді тіреп қалды, енді жағанда жайық тіреп қалды. Жайық деген ол үлкен өзен, ол деген пока кеткенше ол деген қапелімде кетіп болмайды. Біздің мына ғылыми жұмыстың маңыздылығы это будет способствовать мына интенсивный промышленный садтарды бар ғой, бүтін Қазақстанның, енді Қазақстан в основном нарезка континентальных климатических условий, да, бүтін Қазақстан. Енді деген енді именно сол жерлерде енді Қазақстан бойынша интенсивный промышленный садтар егу керек, да, алма бақтары, да. Соны деген енді біздер деген енді қазір енді сондай қандай сорт, қандай подбой, оны әрбір жерден алып еге беруге болмайды. Ол деген помидор емес, мен басынан айтамын, ол деген ана жерден алдында салдың, ектің, ол шықпай қалғанда ол олай емес, оны білу керексің, қалай не егіп жатқанын, да. Сонда енді мен айтамын, бұл деген ана немес қой. Банан емес, басқа бірдеңе емес, өзімізде шығатын зат неге екпеуге бізге? Неге бізде өсетін затты неге басқа жерден, елден сатып аламыз? Басқа жерден өзімізде бұрында енді өсіп тұрған зат ол деген бар ғой. Совет үкіметі кезінде әрбір районның бір 3-4 ауылында осындай алма бақтары егді. Өзімізді свободно қамтамасыз етіп тұрып, алмамен, повидлмен, любой затпен қамтамасыз етіп тұрып. Соны неге бізге өзімізге шығармауға, өзіміздің халқымызды табиғи, натуральный өзіміздің жемісімізбен ол деген витамин, да, ол деген денсаулыққа пайдалы. Ол сосын деген, ол біріншіден, екіншіден жұмыспен қамту, ол деген жұмыспен қамтамыз. Импортозамещение біздер деген өзіміздің саженцларымыз, оның несі көп, продовольственная безопасность дейміз ғой, продовольственная безопасность. Былай айтқанда, қазір мысалға осы өңірде біреу осындай өндірістік бір бақ ашам десе, қандай сортын егу керек, оның да ретін білмейді ғой. Оны білмейді. Ол әлі зерттелмеген, мысалға өзіңіз манағы айтқан егіп қояды да, ол бір 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін өліп қалуы мүмкін ғой онда ше. Или түсінеді, ол керек, өлмесе де шығады, но бірақ та деген, ол дұрыс деген, урожайын шамалы болады, или ауруға төзімді емес болады. Ол деген, оны түсінгенше, ол деген, ол уже екінші рет екпейді басқа алып, потому что ол мынандай мынау үлкен болып шықты. Ол басынан бастап түсіну керек. Қандай сорт, қандай подвой. Подвой деген бана айтты ғой, фундамент деп. Ол соны білу керек, қандай сорт, қандай подвойды егетін. Сондықтан бизнес экспериментировать етпеу керек. Эксперимент осы жерде болу керек. Бизнес алу керек, егу керек болды. Бизнес онымен басы айналмау керек. Сондықтан мынау деген өте маңызды сондай. Бұл былай айтқанда экономикамызды көтеруге де, халықтың денсаулығын түзеуге былай түсінген адамға бұл деген үлкен бір әрі ғылыми, әрі кәсіппен айналысатын адамдарға қолдау ғой енді. Халықтың денсаулығы ол да өте маңызды зат. Ол өзіміздің немізді жемісіміз жеген витаминді нені ол өте маңызды. Ол денсаулық. Ол да үлкен маңызды зат. Не ғой? Мына жерде Қайрат аға, осы қателеспесем, жүзімдердің бәрі осы жерде болды ғой? Мынау жүзім бәрі осы жерде, иә. Бұл жер негізі жүзім тоже жоғары жерде өсіп тұр, да? Жоғары жерде өсіп тұрғанның өзінде қалай кетіп қалғанын көрдіңдер ме? Мынау жүрген жүзім қыста кетіп қалды ғой, мартта еще қар жатты ғой, 31 мартта суға кеткенде. Сонда мынау жүзіп жүрген жүзімді үстін жабамыз ғой, қыста, сол негер. Жүзім үстін жапқан негер материал ғой. Бұл жүзімдер мүлдем судың астында қалып қойды ғой енді. Мүлдем судың астында жатыр. Олардың тағдырлары не болмақ? Олардың тағдырын енді су өткесін көреміз енді бәрінде. Жаңа 35 сорт алып келіп едім дағы. Олар енді точно кетіп қалады. Жас сорттар, ана үлкендерді білмеймін, көреміз. Тоже ешкім айта алмайды. Қараңызшы, ағаштар қалай гүлдеп тұр. Керемет гүлдеп тұр. Құрметті көрермен, жалпы бұл бақтың құндылығы жөнінде осыған дейін де айтылып жүрді. Жалпы біздің Батыс Қазақстан облысына қандай болмасын бір сыйлы адамдар, қонақтар келсе, міндетті түрде осы Қайрат ағаға хабарласып, осы жерде әкеліп көрсететін еді. Себебі бұл бір жер бетіндегі бір жұмақ орны сияқты. Жап-жасыл, әдемі, иісі тамаша, сондай ерекше керемет жер еді. Егер Батыс Қазақстан облысын Ресейдің 5 бірдей облысымен шектесетінін ескеретін болсақ, жалпы бұл жердегі бұндай ғылыми орталықтың болуы, бұндай бақтың болуы, осы бақ арқылы осы өңірдегі халыққа жалпы жеміс ағаштарын егудің мәдениетін
қалыптастырып және болашақта азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге осы Қайрат ағаның жасап жатқан еңбегі өте зор еді. Қайрат ағаның өзі айтып отыр, бұған біз енді мойымаймыз, бұл да бір басқа салған қиыншылық, бірақ бұдан да біз бір тәжірибе жинап шығамыз деп. Қайрат аға, ал мықты денсаулық тілеймін, қажыр қайрат тілеймін. Рахмет, рахмет. Қиыншылықтардың барлығын еңсеретін Алла тағала өзіңізге, отбасыңызға амандық берсін. Енді мүмкіндігінше осы жеміс ағаштарыңыз осы қиыншылықтан еңсеріп өтіп кетсін деп тілегімізді білдіреміз. Ал мемлекеттің тарапынан бұл тек қана жергілікті біздің облыстық деңгейде емес, жалпы үкіметтен осы баққа назар аударып, осы бақты қайтадан гүлдендіруге, осы бақты қайтадан осылай жандандыруға қолдау болса, бұл тек қана бір жеке адамның емес, жалпы адамзатқа қажет, адамзаттың болашақта жақсы өсіп өнуіне бір үлкен көмек болар еді. Сондықтан осы біздің видеоларымызды көріп отқан мемлекет үлкен биліктегі азаматтар болса, назар аударуларыңызды сұраймын. Мынаның жапырағы Көрдің бе қандай жапырағы? бұл біздің жақта көп көрінбейді да мынадай. Жоқ, біздің жақта көрінбейді. Ақ қайын, жапырақтары қызыл, қарашы. Әдемі ғой, да? Әдемі. Ана суда тұрған жерлері шіріп кеткен, көрдің бе? Аха. Мына жердегі мыналарда негізі биік болды ғой. Ана 2 метрдің үстінде ғой ана. мына жерде қақпа қоршауларыңыз өзі судың астына кетіп қалған екен. Ана жақта қоршаулардың бәрі судың астында. Значит, деген уже 3 метрге жақындаған ғой, көрдің бе? Ана жерлер. Мына бөренеңіз байлаулы тұр ма? Бұл деген шпалы ғой, ана жақта, мына жақта байлап қойдым. Сиырлар сияқты байлап қойдым, анда. Ол байлап құттайды, тек бірдеме ұстап тұрса ол кетпейді. Оны үстінен бірдеме бастасаң бесполезно. Қандай ауыр зат болса да ағаш көтеріп кетеді. Оны құттай бір ауырлық затқа байлап қойсаң, ол ештеңе болмайды. Ана неге күреңге байлап қойдым, кеше қарай, мына жерде жүзіп келе жатыр екен. Ол осы жерде батады да қалады сосын. Ана байлап қойдым бәрі. Қайрат аға маңадан бері сұхбатта қайықпен жүріп жазып жүріп қой. Қайрат аға қайыққа әбден үйренгені сондай. Кәдімгі бір өзінің бір денесінің бір бөлшегі сияқты. Әбден ыңғайланып алған. Не, қайыққа үйреніп алдық е. Судың деңгейі осы бірнеше күннің ішінде тек аз-ақ қана түскен екен. Тек қана осынша түсті. Осылай. Ол жайық қой, көп түседі жайық деген. Яғни жайықтың деңгейі әлі дұрыс төмен түспеген болып тұр ғой. Шаған дұрыс кете алмай тұр ғой. Иә. Мінекей Каримов Қайрат ағаның бақ питом деген қарап танысып шықтық. Осылай да болады екен ғой. Қайықпен кіріп, қайықпен шығатын да. Иә, осылай да болады. Қақпаны ашып, мінекей біздерді қайықпен кіргізіп, қайықпен шығып баратырық. Мына жері мінекей Шаған өзені ар жағы. Мынау міне көпір. Су мінекей толығымен Шаған жайырмаларына жайылып кеткен. Мінекей 28 сәуір 2024 жыл. Бұл Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Шаған өзенінің жағасы, Каримов Қайрат ағаның бақ питом деген жағдайы.